19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамын тоқталамыз. 19 ғасыр. Жалпы 1860-1890 жылдары әкімшілік реформалар мен халық санағы жүргізілген болатын. 19 ғасырдың 60-90 жылдары патша үкіметінің әкімшілік реформалары қазақ ру тайпаларын болыс, уезд және облыс құрылымға бөлген болатын. Кейін ауылдық, округтік болып бөлінген болатын. 1897 жылғы алғашқы жалпы халық санағы бойынша Қазақстанда 3,4 миллион қазақ тұрды. 80% мал шаруашылығымен айналысты. 18% кешенді егіншілікпен, бақташылықпен айналысқан болатын. Енді Қазақстандағы халық саны 1897 жылы 4 миллионнан астам болса, қазақтар 81%, орыстар 544 мың, украиндар 87 мың болды. Кейін 1917 жылғы халық санағы бойынша қазақтардың саны 6 миллионнан асты. 1918-20 жылдары бұл кезде бізде азамат соғысы болып жатқан болатын 2 жыл. Қазақтардың жалпы саны, халық саны, барлық халық саны 3 миллион болды. 1926 жылы 6,2 миллион халықтың 58,5% қазақ, 20,6% орыстар, 13,9% украиндар болды. 1937 жылы халық саны 5,1 миллион болса, 42,6% қазақтар, 37,4% орыстар, 10,7% украиндар болды. 1939 жылы жалпы халық саны 6 миллион 151 мың адамдай болса, қазақтар 2,3 миллион болды, орыстар 2 миллион 449 мыңдай болды, және 1959 жылғы санақ бойынша халық саны 9,3 миллион. Қазір халық саны бізде 20 миллион. Көшпелі шаруашылықтың құлдырауы, көшпелі тұрмыс салты. Қазақ территориясындағы барлық мемлекеттер көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан болатын. Малсыздану және тұрақтандыру мәселесі құлдыраудың негізгі бір себебі, және де мал шаруашылығындағы ең құлдырап кетуінің негізгі себебі жұт апаттары болған болатын. 19 ғасырдың екінші жартысында көшпелі мал шаруашылығы ақырындап құлдырай бастады. Жұт жылдары қазақтар үшін ең ауыр сынақ болды. Мал басы қырылып, шаруашылықтар күйзеліске ұшыраған болатын. Егіншілікке жаппай көшу. Мал шаруашылығы құлдырағаннан кейін халықтың барлығы егіншілікке жаппай көшкен болатын. Енді бірінші орталық аймақтағы елдің орталық бөлігінде егіншілікпен айналысуға жаппай бет бұру басталды. Солтүстік өңірде 19 ғасырдың соңына қарай шаруашылықтың 90%-ға жуығы шөп шабумен айналысты. Үшіншісі жер тапшылығы. Ресейден қоныс аударушылардың келуі мал жайылымдарының көлемін қысқартқан болатын. Қосымша кәсіптердің дамуы. Енді мал шаруашылығы құлдырап, егіншілікпен айналысу кей өңірлерде тиімсіз болғандықтан қосымша кәсіптерді дамытқан болатын. Ол бізде балық аулау және аңшылықпен де кей бөліктер айналысқан болатын. Енді балық аулау ол ірі көлдер мен өзендерде Қазақстанның оңтүстік батыс аймақтарындағы Аралда және Каспий теңіздерінде балық аулау едәуір дамыған. Бұл кәсіппен негізінен кедей қазақтар айналысқан болатын. Енді бізде жатақтар деген бар. Бұл жатақтар жерсіздіктен құтылу мүмкін болмаған қазақтар тау-кен өнеркәсібіне жұмыс істеп кеткен. Оларды жатақтар деп атайды. Отаршылдықтың салдары. Патша үкіметі қазақ жерін отарлағаннан кейін енді бұның салдары. Ішкі Ресейден шаруалар мен қазақтардың келуі байырғы халықтың жерін жаппай тартып алуға келген болатын. Кейін қазақтар ғасырлар бойы отырған қоныстарын тастап, құнарсыз жерлерге көшуге мәжбүр болады.
Құнарсыз жерлерге көшкен қазақтардың шаруашылықпен айналысу мәселесі өте қиын жағдайда болған болатын. Осылай біздегі қарапайым халықтың жағдайы өте қиын болды. Бұл негізі отаршылдықтың салдары. Ұлттық буржуазияның қалыптасуы. Халықтың әлеуметтік құрылым түбегейлі өзгеріске ұшырады. Көшпелі өмір салтының құлдырауы салдарынан екі топ қалыптасты. Ол бізде әрине бірінші топ байлар мен кәсіпкерлер, екінші топ жалдамалы жұмысшылар. Ауыл старшындары, рубасылар, болыстар байыған үстіне байи түсті. Олар мал мен және мал өнімдерін сатумен, зауыттар мен май айдау кәсіптерін ұйымдастырумен айналысқан болатын. Енді жалдамалы жұмысшылар байларға, кәсіпкерлерге жұмыс жасады. Қайыршыланған қазақтар өмір сүру үшін түрлі кәсіптерге, тау-кен өнеркәсібіне, егін егуге, жұмыс істеуге мәжбүр болған болатын. Қазақ кәсіпкерлерінің қайырымдылығы. Енді қазақ кәсіпкерлерінің қайырымдылығына тоқталатын болсақ, үш негізгі кәсіпкер. Ол бізде бірінші Ахмет Қазанғапов, екінші Бекет Шоқабасов, үшіншісі Нұрекен. Ахмет Қазанғапов қара өткел болысының болысы, кедейлерге мешіттер мен мектептер мұқтажына ақша таратты. Екінші Бекет Шоқабасов Павлодар қаласында мешіт салуға ірі қаржы бөлген болатын. Үшінші Нұрекен Мекке қаласында 100 кісілік қонақ үй салуға үлес қосты, онда қажыға барған қазақтар тұрған болатын. Дәстүрлі әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Патша үкіметінің шаралары. 19 ғасырдың 20-90 жылдары патша үкіметі сұлтандар билігін әлсіретіп, билер сотын тарата бастады. Себебі билер соты отаршыл үкімет орындарының жалпы империялық басқару тәртібін енгізуіне кедергі келтірді. Сол себепті оларды тарату керек болды. 67-68 жылғы реформалар сұлтандардың артықшылықтарын шиеленістіріп, қазақтардың хандық билікті толығымен осы кезде жойған болады. Және 67-68 жылғы реформада толығымен қазақ жері Ресей империясының патша үкіметінің құрамына қосылған болатын. Сұлтандар әлсіреді, билер соты таратылды, империялық әкімшілік билік жүйесі өзгерген болады. Патша үкіметінің ислам дініне қатысты саясаты. Енді дінге байланысты саясат. Қазақтар шығыс елдерінде оқуға тыйым салды. Бірінші. Екінші, дінге байланысты мәселелер ішкі істер министрлігінің қарауына берілді. Үшінші, әр болыста бір молда ғана ұстауға рұқсат етілді. Молдалар Ресей империясына шын берілген қазақ болуы тиіс делінді. Мешіт салу үшін генерал-губернатордың рұқсатын алу қажет болды. Және алтыншы жағын жергілікті тұрғындардың сауатын ашып, оқыту үшін уезд бастығының рұқсаты керек болды. Яғни бұл жерде нені байқаймыз? Ислам дініне қатысты саясаттың барлығын тікелей патша үкіметі өзінің қолында ұстаған болатын. Ислам дініне қатысты отаршылдық саясат. Шенеунік шектеулер мен бақылаулар орнатылды. Қазақтардың Түркияда оқуына тыйым салды. Молдалардың қызметіне үкімет тарапынан қатаң бақылау орнатылды. 67-68 жылдары дінге байланысты мәселелер тек ішкі істер министрлігінің қарауына берілді. Мешіттерге қысым. Молдаларды тек әскери губернатор тағайындай алды. Вақыфтық жерді, яғни мешіттердің жылжымайтын мүлкін ұстауға тыйым салды. Қожалардың беделі түсе бастаған болатын. Ұлттық сана сезімінің оянуы. Отаршылдық езгінің күшеюі ұлт зиялыларының қалыптасуына әкелген болатын. Зар заман ақындары, ұлт зиялылары, мәдени қозғалыстар. Зар заман ақындары Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы отаршылдық озбырлықты сынады, ұлттық құндылықтарды сақтауға шақырған болатын. Ұлт зиялылары Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы, Жүсіп Көпейұлы білім алуға шақырды, отаршылдыққа қарсы күрескен ұлт зиялылары. Мәдени қозғалыс, әдеби кештер өткізу,
қазақ студенттері арқылы ұлттық сананы дамыту керек болды. Мұрат Мөңкеұлы «Үш қиян» деген өлеңінде Ресейдің Қазақстанды жаулап алуы мен отарлау кезіндегі қазақтар халқының ауыр жағдайын шынайы суреттейді. Мұрат Мөңкеұлының «Үш қиян» өлеңі. Еділді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойындағысын болғаны, Маңғыстауда Үштібек, ондағыны алғаны, Үргеніш пен Бұхара арбасын сүйреп барғаны, қоныстың барма қалғаны, мал мен басты есептеп, баланың санын алғаны. Аңғарсаңыз жігіттер, замананы тағыда бір қырсықтың шалғаны. Осылай Мұрат Мөңкеұлының «Үш қиян» деген өлеңі. Зар заман ақындарына Шортанбай Қанайұлы 1819 жылдан 1881 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Түркістан қаласында дүниеге келіп, ер жеткен шағында орталық Қазақстанға қоныс аударған және орталық Қазақстанда бүкіл өмірін өткізген. Қазақ әдебиетінде зар заман, опасыз жалған, бала зары атты толғауларынан белгілі. Бұл шығармалар Қазан қаласында баспада 1882-1890 жылдары бірнеше рет кітап болып басылған. Отаршылдардың үстемдік жасаған заманын өткір сынға алып, отаршылдық дәуірінің ащы шындығын толғаған. Шортанбайдың шығармашылығы еркінен айырылған қазақтың қасіретті тарихын сипаттайды. Осылай бізде зар заман ақындарының біреуі Шортанбай Қанайұлы. Екінші, Дулат Бабатайұлы. 1802 жылдан 1874 жылға дейін өмір сүрген болатын, 72 жыл. Аягөз бен Балқаш алқабын жайлаған елде туып өскен әйгілі жыршы ақын. Мұсылманша оқып, шығыс классиктерінің еңбектерімен таныс болды. Жазбаша сауаты жоғары ақындарының бірі. Дулат ақынның шығармалары біздің заманымызға қолжазба, яғни көшірме, копия дейді ғой, сол күйінде жеткізілген. 1880 жылы жарық көрген тұңғыш өлеңдер жинағы «Өсиетнама» деген атпен Қазан қаласында баспадан шықты. Дулаттың Еспенбет атты ерлікті жырлайтын дастанын 1959 жылы Қазақстанның Жұлдыз журналы алғаш рет жариялаған болатын. 1990 жылы Дулат ақынның шығармаларының бір тобы біздің елімізге кітап болып басылып шықты. Зар заман ақындарының қатарына Мұрат Мөңкеұлы 1843 жылдан бастап 1906 жыл аралығында өмір сүрген болатын. Қазіргі Атырау облысының Қызылқоға ауданында дүниеге келген. Ауыл молдасынан арабша оқып, хат таныған. Мұрат шығармаларын қағаз бетіне түсірген. Сонымен қатар халықтық мұраға құрметпен қарайтын ақын ескі жыр кітаптарын іздеп жүріп, оқып жаттап алатын. Ерлік туралы дастандар жазды, жалынды жырларда шығарған. Оның жырларынан ел тәуелсіздігін көксеген, озбырлық атауына наразылық білдіретін ақынның азаматтық үні естілген. Өзінің шығармаларын қазақтың бұрынғы батырларын елге үлгі етіп, көптеген ақын жырауларын осы бағытта жырлауына халықтың арасында таратқан болады. Шернияз Жарылғасыұлы 1806-1867 жылдары өмір сүрген. Қазіргі Ақтөбе облысы Ойыл ауданында туған. Шешендік өнерге, ауыз әдебиетіне жақын құмар болған. 15-16 жастан бастап Ділмар шешен ретінде байқала бастаған. Абыл, Жылқышы, Нұрым тағы басқа ақындармен айтысып, оларды да жеңіп шыққан. 1836-1838 жылдары ішкі ордада көтеріліске қатысқан. Яғни бұл жерде бізде Исатай мен Махамбеттің көтерілісіне. Қозғалыс басылғаннан кейін де Махамбет Өтемісұлына қол үзген жоқ. Ол өзінің шығармаларында халықты Махамбет дәстүрінде үгіттеп, елді Исатай мен Махамбеттің соңынан ілесуге шақырған. Шөже Қаржаубайұлы 1808 жылы 1895 жылдар аралығында өмір сүрген. Бұрынғы Көкшетау облысы Қызылту ауданында туып өскен. Жаста екі көзінен бірдей айырылған Шөже қобыз тартып өлең айтуға машықтанады.
Ол мүгедектіктің зарын шегіп, тұрмыс ауыртпалығын бастан өткізіп өсті. Сондықтан да оның шығармаларында тұрмыстық мәселелер көп қозғалды. Шөже өз шығармаларында ешқашан да әділдіктің ақ жібін аттаған емес, халықтың мұң-мұқтажын жоқтап, оның қорғаушысы болуға тырысты. Шөже билеушілердің жеке би сұлтандардың екіжүзділігімен басқа да ретсіз қылықтарын әшкерелеп отырған болатын. Және бізде соңғысы Нысанбай Жаманқұлұлы. 1802 жылдан 1871 жылдар аралығында өмір сүрген атақты қазақ жырауы, Наурызбай Ханшайым дастаны арқылы замандастарына кеңінен танымал болған. Бұл шығармада автор өзі қатысқан Кенесары бастаған ұлт-азаттық қозғалыстың барысын тебірене жырлайды. Кенесары көтерілісі 1837-1847 жылдар аралығында болған, толығымен қазақтың 300-ін қамтыған болатын, және Кенесары қазақтың соңғы ханы. Кенесарының көптеген жорықтарының куәгері болғандықтан, ол Кенесары мен Наурызбай басқарған соғыстың қалай басталып, қалай өрбігенін, қайғылы жағдайға ұшырап жеңілгенін басынан өткізген, және оны өзінің шығармаларында толғана жырлаған. Өзінің осы жырында Кенесарының қайраткерлігін және батырлығын жырға қосқан. Кенесарының жан серігі және інісі Наурызбайдың ерліктері Нысанбайдың жырына арқау болды. Нысанбай Кенесарының Қоқанға және оның қол астында қырғыздарға қарсы жорығын қасіретті жеңілісін күйінішпен көрсеткен. Нысанбайдың жыры ұлтымыздың дара тұлғалары қатарында құрметтеп, халық арасында тәрбиелік мәнге ие болып табылады. Осылай бізде Кенесары туралы жазған Нысанбай Жаманқұлұлы. Кейін қазіргі заман тарихы бойынша Кенесарының көтерілісін толығымен зерттеп, тарих беттеріне алып шыққан Бермұхан Бекмаханов болған болатын. Ол 19 ғасырдың 20-40 жылдардағы монографиялық шығармаларында жазған болатын. Осылай бүгінгі сабағымызда жалпы 19 ғасырда зар заман ақындарымен бірге қосып қарастырып өттік.